Берген жоқпын ба 500 мың теңге? Жүрмейміз ба не енді? Сен ақша кім сұрады? Керек емес сенің ақшаң маған. Сонымен достар, Сабина тағы да Лалу кейкке бүгін келе жатыр. Оны осындай күшті гүлдермен күтіп алатын боламыз, кеттік. Қол тұрған ба? Сабина ханым, қош келдіңіз Лалу кейкке. Сізді арнайы осындай күшті гүлдермен күтіп алайын деп шештік. Мынау сізге. Аха. Не үшін? Жай просто. Сізді қуантайын деп. Мынау мамаға. Мамам Шымкентте тұрады. Ничего страшного. Енді алдыңғы видеода бір деме обещать етіп едіңіз ғой. Миллион жинаса шанс бар ма енді? Видеоның соңында айтайын. Да? Достар, онда бүгін соңғы видеодағы бента торттарға күшті цитата жаз деген адамдардың цитаталарын комментариясын оқитын боламыз. Сабина екеумізге мына цитата өте қатты ұнап тұр. Себепсіз деп ойлағаның Алланың саған бір белгісі болуы мүмкін. Әр сезімнің, әр кездей соқтықтың артында бір сыр бар дейді. Өте керемет. Бақыт деген ханым осындай жазыпты. Алматы қаласынан болсаңыз, Лалу кейкке Сатпаева 30-ға келіп, біз сізге арнайы сообщение жазып қоямыз. Соны касса көрсетіп. Кім? Білмеймін, скрытый мен сені жүртір. Алло, Сабина, мен ғой деп. Не үшін соғып тұрсың? Ренжімес үшін кешірім сұрайын деп едім сен. Керек емес не үшін кешірім? Жасаған нәрсем дұрыс болмады саған. Сабина, шанс берші маған. Кешір. Менің мазамды алмай қойшы, Не үшін? жігітім бар. Жігіттің бар дедіңіз, да? Просто қайтадан звондамай қойсын деп айта салған ғой. Тем более мен оның ақшасын қайтарып бердім. Сондай ма? Сонымен достар, Бақыт ханым осындай цитата жазып, Лалу кейктен бента торт ұтып алды. Енді Алматы қаласында бізде 2 филиал бар. Соның біреуіне келіп, жаңағы біздің жазған сообщениені скринде көрсетесіз. Сонымен өзіңіздің бента тортты алып кете аласыз. Сабина, бана видеоның соңында бірдеме айтайын деп едіңіз. Шанс па? Иә. Осы видео 5 миллион просмотр жинаса точно шанс берем. Жинай аламын ба екен? Жинайтын сияқты. Жинаймын. Достар, 5 миллион жинау керек. Оңай ғой по идее ше. Сендер қолдасыңдар, халық қолдаса, бір адамның бақытты болуына сендер кере боласыңдар десін. Чизкейкті қараңыздар. Лалудың өзінің есімен шығарған. Дәмін көрсеңші. Дәмін қазір көреміз.